Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен пиццаны өзім үйде қалай дайындап жүрмін, сол рецептпен көрсететін боламын. Ұнды салған кезде осындай 200-250 мл стаканмен өлшесеңіз болады. Ең бастысы бұл жерде пропорциясы. 3 стакан саласыз, ұнға 1 шай қасықпен тұз саласыз және оны араластырасыз. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық дрожж және 2 шай қасық қантты салып араластырасыздар. Енді ұныңызға 2-3 ас қасықпен зәйтүн майын құйып, дайындап қойған жылы сумен қамырыңызды жұмсақ қылып илейсіз. Иленген қамырыңызды асты майланған ыдысқа 2 суалаға бөліп, бетін пакетпен немесе пищевой пленкамен жабасыз және оның үстінен орамалмен жауып 2 сағатқа жылы жерге тындырып қойыңыз. Менде пиццаның салмасына фарш болады, өйткені мен болонезе пиццасын жасайтын боламын. Қуырылған фаршқа қызыл бұрыш, қара бұрыш, шым тұз қосып, араластырып қуырып алыңыздар. Ал пиццаның соусына мен кетчуп пен майонезді араластырып, орегано және базилик специяларын қосамын. Қараңыздаршы, көтерілген қамыр қандай жұмсақ және пышный болып шығады. Бұл қамырдан көріп тұрғаныңызда 2 пицца шығады. Екінші зуаланы мен тоңазытқышқа салып қойдым. Оны осылай сақтасаңыз да болады. Қызған духовкада 7-10 минутта пісіріп алыңыздар. Егер де осы рецептпен жасап көріп жатсаңыздар, комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.